Ықылас тасауф іліміндегі маңызды ұғымдардың бірі. Сөздің түбірі арылу, тазару, түрлі қоспалардан арылып саф күйге келу, түрлі серіктерден, ортақтардан құтылып таза болу деген мағынаға саятын халаса сөзінен тарайды. Яғни ықылас ғибадат пен игі амалдарды риядан, қандай да бір жеке бас мүдде мен пайдадан арылтып, тек қана Алла үшін, Алланың разылығы үшін жасау дегенді білдіреді. Имам Ғазали ықыластың мысалын Нахл сүресінің 66-шы аятымен байланыстырады. Бұл аятта Алла Тағала расында төрт түлік малда да сендер үшін ерекше ғибрат бар. Сендерге олардың ішек қарнындағы жын мен қаннан бөлініп шығатын, ішкен адамның тамағынан жеңіл өтетін жағымды тап-таза сүт ішкіземіз дейді. Осы аятта Алла Тағала тап-таза сүтке ләбәнән халисан сөзін қолданады. Яғни сүтті ықылас сөзімен түбірлес тап-таза деген мағынадағы халис сөзімен сипаттайды. Демек сүт қан мен жыннан арылып, сүзіліп, ешбірімен араласпай қалайша тап-таза болса, ықыласты амал мен ғибадатта рия мен мақтаннан арылғанда ғана сүттей әппақ тап-таза кіршіксіз болады. Осындай ықыласты амал мен ғибадатқа ие құлдарды шайтан азғыра алмайды. Алла Тағаланың Құранда Ібліске менің таңдаулы һәм ықыласты құлдарыма сенің ықпалың жүре алмайды деуінің себебі осы. Неге ықыласты құлдарды Ібліс азғыра алмайды? Себебі ықылас бір сыр. Сырдың екі ұшы болады. Бірі айтушы, екіншісі естуші. Үшінші біреу араға кірген кезде сыр болудан қалады. Ол кезде сыр жария болады. Жария болған соң ол хабар әркімге ортақ болады, әркімнің ол хабардан үлесі болады. Ықылас та Алла Тағала мен құлдың арасындағы бір сыр. Сондықтан да ықыласта үшінші біреудің үлесі жоқ. Сол үшін де атақты сопы Жүнейд әл-Бағдади ықылас Алла Тағала мен құлдың арасындағы бір сыр. Ол сырды періште де біле алмайды сауабын жазатындай, шайтан да біле алмайды бұзатындай, нәпсілік қалаулар да біле алмайды адастыратындай дейді. Демек, ықылас бір сыр болғандықтан, оның тұнығын лайлауға шайтанның да, нәпсінің де шамасы келмейді. Тіпті періштенің өзі сауабының қаншалықты екенін біле алмайды. Бұл дегеніміз, ықыласты амалдың қаншалықты сауапқа ие екендігі тек бір Аллаға ғана мәлім деген сөз. Алла Тағала да қиямет күні құлының амалынан ықылас іздейді. Алла Тағаланың құзырында амалдар тек ықыласына қарай өлшенеді. Яғни ықылассыз, ізгі ниетсіз амалдың Алланың құзырында 5 тиындықта құны жоқ. Бұл мәселені Жәләләддин Руми Мәулана да былай деп көркем сипаттаған. Дүниеде 2 грамм алтын үшін 2 тонна топырақ електен өткізіледі. Ақыретте де солай. Ниет алтын тәрізді. Көп амал емес, ықыласты амал керек. Қаншама жасалған амалдардан ниет ізделеді, ниетке қаралады. Алла үшін болған амалдар ғана таңдап алынып, қалғандары лақтырылады. Ендеше әрбір амалымыз бен құлшылық ғибадаттарымыздың риясыз, ықыласты болуына мән берейік.